Аллам дегені болады. Сонда сендер үшін отношения бітсе болды ма? Өмір бойы түңіліп өту керек па? Әлде қалай? Адам бір-біреуді басқа біреуді жақсы көре алмайды ма? Әлде сезімі ашылуға болмайды ма? Или ол адамда бақытты болуға болмайды ма? Мен түсінем. Мен балам бар. Мен балам жақсы көрем. Мен баламмен бірге болам. Бірақ Ақботамен бірге емес. Бір жылдай уақыт болды екеуміз екіге кеткелі. Менің көзқарасымда Ақботаның мінезі ауыр. Шыны керек, оны білетіндері бар, білмейтіндері бар. Жалпы мен өзім өмірде көрген Ақботаның мінезі ауыр болды. Біз бір-бірімізді вообще түсіне алмадық. Еркекті еркек деп сыйлау жағынан енді айта алмаймын. Просто сондай көптеген түсінбестіктер болды. Мен до того жаман адам демеймін, бірақ өте көп минустар болды. Мен сонда да минустарына қарамай жақсы көрдім, минустарына қарамай қатты до конца бардым, бірақ сонда да болмады. Адамның деген емес, Алланың дегені болады. Қызылорда. Ханым, бұл жерде қатысушылар дайын болыңыздар. Құрметті көрермен, сіздер де дайын болыңыздар. Сіздер күтпеген өте ерекше үміткер келді. Шақырайын, е? Дайынсыз ба, Айгүл? Дайын? Шақырайық ендеше, Айгүлдің үміткері, келіңіз. Айгүл жайғасыңыз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз? Дәулет. Дәулет, жасыңыз нешеде? 27-де. Дәулет, қай жақтың тумасысыз? Қызылорда. Қызылордадансыз. Неге Айгүл? Айгүл әдемі ғой. Күшті қыз ғой. Әдемі. Ашық, жарқын. Айгүл, сұрақтарыңыз? Я, Дәулет, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жасыңыз? Айттық қой уже. Естімеңіз ба не? Естімей отырғандай, бұл мен деп айтайық. Я, бағана потеря болды. бәрі бүйтіне қалғанға ойланып отырмын, кім екен депші. Сіз оны ойланбасаңыз, сұрақ қойсаңыз бері қарай. Айгүл, осы күнге дейін байқасам, жасы кіші үміткер келді ғой, 19-да, 20-да. Де қатысушылар, дайын болыңыздар. Сөзіме тексінші I love you baby Бағымсың берілген I need you baby Болшы тек менімен I love you baby Let me love you baby Шымылдық ашылды. Мәссаған. Қош келдіңіз, Шерхан. Қош көрдік. Тіпті не айтарымызды білмей жатырмыз. Я микрофонды ала қояйын. Айгүл, шымылдық ашылды. Әсеріңіз? Баласахан мүлдем күтпедім. Біз де күтпедік. Барша қазақ елі, ассалаумағалейкум. Негізі біраз адамдар күтпегені айдан анық қой енді. Қош көрдік. Саламатсыз. Қош келдіңіз, Шерхан. Қош көрдік. Шерхан, не айтарымды білмей, тілім байланып жатыр. Деген бір жау келгендей болып жатыр. Негізінде былай ғой, жаңа шымылдық жабық болған кезде біздің Дархан есімді досымыз көмектескен болатын, шыққан болатын. Сондықтан да қатысушылардың реакциясы басқаша болды. Одан кейін Шерхан шыққанда шынымен де енді мүлдем таңғалы болып жатыр. Дарханға рахмет айтайық. Кешіріңдер болып отыр ма, достар? Түрлі пікір айтып жатсыздар. Оның барлығы дұрыс, түсінуге болатын жағдай. Не дегенмен, мені кешіріңіздер, осыны дұрыс деп қабылдадым. Уақыт өте көреміз, енді бұйырғанын көреміз. Мен енді алдағы уақытты болжап, ерте бір нәрсе айтпай қойын. Сонда да рахмет, сонда да сендерді жақсы көремін. Қалай бұлай өзі, мына погода четкий болып тұрған сияқты ма? Қалай көресіздер, қайырлы түн болып тұр ғой, короче, мына погода. Түндеріңіз тыныш өтсін. Ертеңге дейін аман болыңыздар.